ерітілген ірімшік, фри, сосиска, тағы да фри, тағы да сосиска. Оны қалай жасаймыз, қазір толығымен бөлісемін. Сіз ана отырған жүрекшені қызартып қойғаныңызша, мен осы канадский сосискаларды жақсылап соқтап тураймын. Бізге бастысы халал нәрленің кез келген дәмді сосискалар қажет. Табада аздап май құйып жақсылап қыздырамыз да, дәл осы сосискаларды қып-қызыл етіп қуырып аламыз. Бақ, мына сосисканың иісі қандай күшті шығып тұр. Енді табада тағы да молынан майды құйып, фриде де осылай қуырып шығамыз. Ал дайындау тәсілін төменге толығымен жазып қойдым. Бастысы баяу отта қуыру қажет. Енді тағы да баяу отта қызып тұрған табаға ірімшікті саласыз да, осылай еріп бастағанда араластырасыз. Енді жаңа айтқанымдай, алдымен фри, сосиска, тағы да фри. Енді еріп тұрған сырдан үстінен аямай құямыз да, ешкімге айтпай жеп аламыз. Өйткені дәмді болғандықтан үйде талас болып кетеді. Немесе дайындап беретін адамға тез етіп видеоны жібересіз. Той, мына пиццаны қашан қоясыңдар өзі? Не жейсің десе пицца, туған күн болса пицца, көшеге шықсаң пицца, оңай не жасайын десең пицца. Мына сырдың созылып жүрмеген жері жоқ қой. Осының шұбырып созылғанын көрмейін деп кеше пиццаның ішіне салып дайындап берген ғой. Сөйтсем бұл бәлем одан әрі дәмді болып кетсе. Тек мен ғана бәлеге қала берем ба, сендер де дайындап үйде бір миларың ашсын деп рецептін салып қойдым. Жасалуы да оп-оңай. Жылы сүтті аласыздар да қант, тұз, жұмыртқа және ашытқыны салып араластырып, онымен жұмсақ қамыр болайын дегенде, бөлмеде еріп тұрған сары майды саласыздар да, жұмсақ қолға жабысқа қамыр дайындайсыздар. Мен сияқты перчатке қолдансаңыздар өте ыңғайлы болады. Осылай қамыр әдемі болып көтеріліп шыққаннан соң теңдей 12 немесе 13 бөлікке бөлесіздер, домалақ форма бересіздер. Қамыр тынып болам дегенше салмасын да дайындап боламыз. Қызып тұрған майда тартылған ет пен пиязды жақсылап қуырамыз. Енді тұз және дәмдеуіштерін салып, 2 ас қасық қызанақ пастасын салып, көкөністермен бірге жақсылап араластырып отын сөндіреміз. Қамырды жұқа әрі үлкендеу жайып, алдымен сыр, сосын салма салып, дәл осы көріністе түйіп аламыз. Енді бетін аударып, противенге тереміз де үстіне томат пастасын жағып шығамыз. Пицца колбасасыз болмайды ғой, міндетті түрде нәрленнің колбасаларын қолданамын. Басқасын білмеймін, дәл осы жылқы етінен жасалған шұжығын қатты жақсы көріп жейді балалар. Пиццалар дайын, енді алдын ала қызып тұрған пешке жібересіздер де осылай қып-қызыл болғанша пісіріп аласыздар. Сіздер үшін ерінбей төменде толығымен рецептін жазып қойдым. Парақшама тіркеліп лайк басып сақтап алыңыз. Үйдегілерді ерекше бір тағам дайындап қуантайыншы дегенде ойыңа ешбір тағам келмей жатса, менің парақшамды ашып дәл осы рецепті дайындай салыңыздар. Қажетті заттары қазіргі уақытта барлық үйден табылатын өте дәмді ерекше тағамның рецептімен бөлісемін. Алдымен ана отырған жүрекшені қызартасыз. Артынша блендерге тауықтың төс еті, тұз, қара бұрыш салып, жақсылап езіп аламыз. Қолымызды сосын стречті де жақсылап майлап алып, етімізді 3-4 қасықтан салып, осылай 4 бұрыштап жайып аламыз. Енді тамағымыз одан әрі тойымды болу үшін өзіңіз ұнатқан шұжық түрін жұқалап турайсыздар да, алдымен шұжықты, сосын еритін жақсы бір сыртты салып, нығыздап көрсетілгендей етіп орайсыздар. 2-3 конфет сияқты орап, нығыздап, домалатып алсаңыздар болады. Дайын рулетімізді алдымен ұнға, содан соң жұмыртқаға малаймыз және дәл осындай панкоға немесе кез келген панировкаға батырып, қызып тұрған майда орта отта қуырып шығасыздар. Ал үстіне құйған соусын әзірлеу үшін сары майға пиязды салып қуырып, үстінен тұз, қара бұрыш және кез келген пайыздағы сливкиді салып, қоюланғанша жай отта қайнатсаңыз болғаны.